Шырағым, сенің уақытың ең қымбат нәрсең. Оны қалай жұмсайсың, сол сенің қандай адам екеніңді көрсетеді. Телефонды күніне 5 сағат ақтарсаң, оны әдет дейді. Ал кітапты күніне 30 минут оқысаң, бұл қасиетке айналады. Сенде қайсысы бар? Кітап оқу әдет емес, ол рухани тәрбие. Ата-бабамыз ертеде хат танымаса да, құлақпен оқыған, қобызбен, домбырамен дастархан басында. Сол кезде әр сөз жүрекке түсетін. Қазір кітапты оқу үшін тек көз жеткілікті. Бірақ көз бар, уақыт бар, ниет жоқ. Бала күнімде ауылда бір кісі болатын. Таң намазынан кейін кітап ашып отыратын. Мен бұл кітапты түсіну үшін 6 жыл өмір сүрдім дейтін. Білу үшін емес, болу үшін оқу керек. Кітаптан көргенің өмірде жеңілдік береді. Кітап оқу ұяттан қорғайды, тілден тәрбие береді, көңілге сабыр үйретеді, жанға тыныштыға келеді. Сен кітапты күніне 5 бет оқысаң, бір жылда 1800 бет болады. Ол 5-6 кітап. Сонда сен кімсің? Уақытты ұрлаған телефонмен өмір сүрген жан ба? Әлде өз болашағын кітаппен теріп алған адам ба? Кітап сенің ең арзан, бірақ ең ақылды досың. Ол үндемейді, бірақ үйретеді. Ешкім саған кітап оқы деп қыстамауы мүмкін, бірақ сен оны өзіңе міндет ет. Бүгін бастасаң, ертеңгі өзің алғыс айтады. Келесі жолы баланың кітабы ата-ананың мінезінен басталады деген өсиетімді айтам. Жазылып қой, шырағым, ұмытып қалма.